Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Танымдық процестерді дамытуға арналған жаттығуларды орындауға шақырамын. Олай болса, ең бірінші есте сақтау қабілетін дамытуға арналған ойынды ойнайық. Ойынымыз 4 құбылыс деп аталады. Бұл ойынды ата-аналарының көмегімен орындауға болады. Яғни, сіздер су дегенде қолымызды алдымызға созамыз, ауа дегенде жоғары көтереміз, от дегенде екі қолды айналдырамыз, ал жер дегенде қолымызды түсіреміз. Қанекей балалар, осы ойынды орындап көрейік. Ал енді зейін қабілетін дамытуға арналған жаттығуды орындайық. Қазір сіздердің алдарыңызда түстердің аттары пайда болады. Олар әр түрлі. Сізге дауыстап сөздің түсін айту керек. Сөзді емес. Мысалы, жазылған сөз жасыл, ал оның түсі қызыл. Яғни сіз қызыл түсті айтасыз. Тағы да зейін қабілетін дамытуға арналған жаттығу. Бұл жаттығу да алдымызда жүргізілген жаттығуға ұқсайды. Бұл жерде, мысалы, жасыл сөзі қызыл түспен боялған. Сен сөзді атайсың. Яғни, жасыл деп түсті атамайсың. Балалар, жаттығуға қатысқандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.